Дәрет көп жағдайда бұзылады не дегенде денеден шыққан нәжіс деп айтамыз. Үлкен кіші дәрет, қан бар, ірің бар, солар шықса, немесе адам көңіл айнып құсып жіберсе, дәрет бұзылады деп айтамыз. Ал енді күлуге қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан 3 хадис кітапта келтірілген негіз дерек бар. 3 хадис кітабы бөлек-бөлек 3 сахабаның сөзін негізге алады. Олар айтады, біз мешітте намаз оқып тұр едік дейді, жамағат болып. Сонда көзі дұрыс көрмейтін кісі келе жатты дейді. Сөйтіп, жамағатқа қосылам деп келе жатып, көзі нашар көргендіктен байқаусызда бір шұқырға түсіп кетті дейді. Ол кездегі мешіттер қандай? Жай намаз төстелмейді. Жай мешіттің іші бір-бір жағында бітіп реттеліп шығады, бірақ кәдімгі қара жер, топырақ, тас шағалымен араласып жата береді. Соны оның арасында әрине бір жер бос болса, шұқыр болып қалуы әбден мүмкін. Сондай жерге түсіп кетті дейді. Түсіп кеткен кезде жаңа кісі құлап түседі. Соны көрген кісілер біраз кісі күлді дейді. Күлгеннен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз біткенде жаңағы күлгендер дәретімен намазын қайта орындасын, атқарсын деп айтты дейді. Сондай дерек бар. Сол деректің негізінде күлсе дәрет намазда бұзылады дейміз. Енді ғалымдар соны реттеп беру керек. Түрлі күлкі бар. Дауыстап бөлмені көтеріп жіберетін күлкі бар, мырс етіп жай күлкі де бар. Соны ғалымдар түсіндіреді. Қай кезде күлкі дәретті бұзады, қай кезде күлкі намазды бұзады. Соны ғалымдар айтады, егер езу тартса, бірде-бір дыбыс шығармай езу тартса, жымиып қоятын болса, онда дәреті де намазы да бұзылмайды. Егер өзі естетіндей күлсе, күлкісінің дыбысы өзі естетіндей дәрежеде болса, жандағы кісі естімесе, онда оның намазы бұзылды. Намазды қайтадан ниет ету керек. Намазын қайта бастау керек. Егер жандағы кісі естетін болса, онда дәреті де намазы да бұзылды болып саналады. Енді бұл кімге қатысты? Балиғат жасына толған балаға қатысты. Мәселен 12-15 балиғатқа толған бала намазда тұрса, күліп жіберсе, ол жаңа дәрет намазы бұзылады. Егер титтей 7 жасар балаңыз тұр, немереңіз тұр, бала болған, ойын баласы болған екен, кей кезде болмаш нәрсеге күледі. Оған дәреті бұзылмайды. Ол балиғатқа толмаған. Енді қай намазда деген кезде ғалымдар айтады, барлық намазда. Ол жаңа сәждесі, рүкуі бар намаз, рүкуі жоқ намаз. 5 уақыт намаз болсын, жұма намазы болсын, нәпіл намазы болсын, немесе жаназа намазы болсын дейді. Кез келген намаз атаулына қатысты осы әрекеттер болса, жағдай дәреті немесе намаз бұзылатындығы айтылған.